Өткенге үңілетін болсақ, адамзат тарихындағы көптеген оқиғалар кездейсоқтық пен сәйкестіктерге толы екенін байқаймыз. Осындай ең керемет кездейсоқтықтарға толы тарихи ақпараттарды ғаламтордан іздеп тауып, сіздерге ұсынбақпыз. 2006 жылы жігерлі атты балық аулау кемесінде балықшы Марк Андерсон теңізден 92 жыл бұрын бөтелкеге салынған хабарламаны аулайды. Ол үшін тіпті ең ежелгі бөтелкедегі хатты тапқан адам деп Гиннестің рекордтар кітабына жазылған. Ол үнемі осы даңқымен досы Эндрю Либерттің алдында мақтанатын еді. Бұл Эндрюдің ашуына тиетін. 2012 жылдың соңында Эндрю Либер Шотландияның жағалауына жақын аймақта балық аулап жүреді. Оның торына бір кезде бөтелкедегі хабарлама түсті. Оның жасы 98 жыл. Сол себепті Либер Гиннес рекордтар кітабына Марктың орнына жазылды. Австралиялық эрцгерцог Франц Фердинанд өз көлігінде атылып өлген. Көліктің нөмірі экранда көріп тұрғандай. Сербтік студент Гаврил Принциптің Франц Фердинандты өлтіруі Бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуына септігін тигізді. Ал оның аяқталуы осы күнге тура келеді. 11 қараша 1918 жыл. Бітімге келу ағылшын тілінде Armistice А әрпімен белгіленеді. Бұл бір құпияға толы. Рас па? Валли Джессур алып кемелерде қызмет атқарған. Ол өмірінде 3 алып трансатлантикалық кемелердің суға кетуінің куәгері болған. Титаник, Британик және Олимпик. Барлық апаттардан дін аман шыққан және өз қызметін тастамаған. 1911 жылы White Star Lines компаниясы суға 3 керемет кемені түсірді. Жоғарыда аталған Олимпик, Титаник және Британик. 1911 жылдың қыркүйегінде Валли Джессур Олимпик кемесінде қызметте болған. Ол оңтүстік Англия маңында кішкентай кемемен қақтығысып суға кетеді. Осы апаттан кейін әйел Титаникке ауысады. Ол да өзінің алғашқы саяхатын 1912 жылы мұзбен соғысып аяқтайды. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Валли Қызыл Кресттің мейірбикесі болып Британикте жұмыс жасаған. Ол кеме аурухана болып өзгертілген. 1916 жылы Британик неміс минасына жарылып су астына кетті. Жарылыстың күшіне қарамастан кемеде тек 30 адам қаза тапты. Ал Валли Джессур болса аман есен зейнетке шыққан. Мына әйелді кемеге жолатпау керек екен ғой. Американдық астронавт Нил Армстронг ай бетіне қадам жасаған кезде Горский мырзаға сәттілік тілеймін деген сөзді айтқан. Мәселенің барлығы ол жастық шағында көршілерінің ұрсып жатқанын кездейсоқ естіп қалады. Әйелі сол кезде күйеуіне «Егер көршінің баласы айға ұшса ғана, мен саған разы боламын», дейді. Сіздер біліп тұрғандай, көршілерінің тектері Горский. Атақты жазушы Марк Твен 1835 жылы дүниеге келген. Жер планетасының жанынан Галлея кометасы ұшып бара жатқан күні. 1909 жылы ол өзінің достары мен отбасының алдында о дүниелік болатынын айтады. Себебі жерге сол баяғы комета айналып келе жатыр. Дәл айтқанындай болды. 1910 жылы Галлея кометасы жерге ең жақын қашықтықта болған кезде Марк Твен көз жұмды. Тіпті кітап оқу секілді қарапайымыз, керемет шытырман оқиғаларды туындатуы мүмкін. Таңғаларлық оқиға актер Энтони Хопкинспен орын алды. Ол американдық жазушы Джордж Файфердің романынан алынған Петровкадан келген қыз фильміне түсуге дайындалып жатқан. Сондықтан өзінің рөлін толықтай білу үшін ол осы кітапты оқып шықпақ болған. Бірақ Энтони кітапты ешқандай кітапханадан таппайды. Басы салбырап үйіне қайтып бара жатқанда ол ұмытылған кітапты метродағы орындықтан кездейсоқ табады. Кейіннен түсірілімге ұшпақ болғанда, әуежайда ол кездейсоқ Файфердің өзін жолықтырады. Осы кітаптың авторы болса Хопкинске досына өзінің кітабын бергенін айтады. Ал ол досы болса кітапты метрода ұмытып кеткен екен. Өте ерекше сәйкестік Италия патшасы 1 Умбертоның өмірінде де орын алған. Италия патшасы 1 Умберто Монсо қаласындағы кішігірім мейрамханаға барған кезде өзіне қатты ұқсас адамды жолықтырған. Ол осы мейрамхананың қожайыны екен. Олар сөйлесіп, басқа да сәйкестіктерді байқаған. Патша да, мейрамхана қожайыны да 1844 жылы 14 наурызда дүниеге келген. Екеуінің де әйелдерінің есімдері Маргарита. Мейрамхана қожайыны өзінің ісін 1 Умберто патша болған күні ашқан. Бұнымен сәйкестік аяқталған жоқ. 1900 жылы патшаға хабарлама келеді.
Оның әрдайым келіп тұратын мейрамхананың қожайыны кездейсоқ атылған оқтың кесірінен ажал құшқан. Көп ұзамай патша 1 Умберто анархист Гаэтано Брешидің тапаншасынан қаза тапты. Әлемдегі ең көп кездейсоқтыққа толы оқиғаға атақты трансатлантикалық кеме Титаниктің суға кетуін қоссақ болады. 1898 жылы Морган Робертсон деген жазушы «Нақтылық» деген романын жарыққа шығарды. Ол кітапта ең алғашқы саяхатқа шыққан трансатлантикалық Титан деген кеме жайында айтылады. Адамзат тарихындағы ең тұрақты кеме деп есептелгеніне қарамастан, ол алып мұзбен соғысып, көптеген өлімдерді алып су астына кеткен. 1912 жылы, яғни 14 жылдан кейін, ең сенімді деп саналған трансатлантикалық кеме Титаник өзінің алғашқы және соңғы саяхаты кезінде айсбергпен қақтығысып суға батты. Дәл кітап желісіндегідей. Ойдан шығарылған оқиға мен өмірдегі Титаниктің апаты арасындағы сәйкестіктер таң қалдырады. Кітаптағы Титан кемесінде 3000 жолаушы болған, ал Титаникте 2207. Құтқару қайықтары кітапта 24, Титаникте 20. Кітап алғашында атақты болмаған және оқырмандардың көңілінен аса шыға қоймады. Бірақ Титаник суға кеткеннен кейін, бұл кітап басынан жарық көріп, пайғамбарлық кітап деген атқа ие болған. Бурбон әулетінен шыққан Францияның патшасы 16 Людовиктің өміріндегі барлық таңғаларлық сәйкестіктер 21 санымен байланысты. Францияның болашақ патшасы 16 Людовиктің балалық шағында көріп кел оған әр айдың 21-і сен үшін бақытсыз күн деген. Патша осы сөзді жүрегіне қатты қабылдап, 21-не ешқандай жоспар құрмайтын болған, бірақ бұл оған көмек бермеді. 1791 жылдың 21 маусымында патша өзінің жары Мария Антуанеттамен елді тастап қашу барысында тұтқындалды. Оған көтеріліске шыққан революционерлер септігін тигізді. Ал 1792 жылдың 21 қыркүйегінде Франция ресми түрде республика болғандықтан, ол өзінің патша мәртебесінен айырылды. 16 Людовик 1793 жылы 21 қаңтарда өлім жазасына кесілді. 21 саны оның өміріндегі барлық қайғылы күндермен байланысты. Өз өлімін ол ешқандай қорқынышсыз, нағыз патша ретінде қабылдады. Оның соңғы сөздері: «Менің өліміме кінәлілердің барлығын кешіремін». Ең керемет кездейсоқтықтар мен сәйкестіктер толы оқиғаға екі американдық президенттің өмірлерін алсақ болады. 16-шы президент Авраам Линкольнді мемлекеттің елбасы етіп 1860 жылы сайлаған. 35-ші президент Джон Кеннеди тура 100 жылдан кейін 1960 жылы сайланған. Екеуі де көптеген куәгерлер мен әйелдерінің көзінше желке мойнынан атылып өлген. Қылмыстың орын алған жерде сәйкестікке толы. Авраам Линкольн Фордтың құрметіне аталған театрда спектакль көру кезінде өлтірілген. Ал Кеннеди Линкольн деп аталатын лимузинде атылған. Бұл люкс классындағы көлік Форд компаниясында жасалған. Осы екі елбасыны өлтірген қылмыскерлердің де тағдырлары таңғаларлық. Линкольнді өлтірген Джон Вуд және оның ізбасары Ли Харви Освальд екеуінің де жас аралықтары нақ 100 жыл, және екеуі де Американың оңтүстігінде дүниеге келген. Джон Вуд та Ли Харви Освальд та экстремистік көзқарастарды ұстанған. Екеуі де жазаларының хабарландыруына дейін өліп кеткен. Көргендеріңізде тарихта көптеген кездейсоқтықтар кездеседі. Кейбіреулері санаға қонбайтын сәйкестіктер. Әрине, Угвей айтқандай, дүниедегінің бәрі кездейсоқтық емес. Бәрі Алланың қалауы. Ал сізге видео ұнаған болса, арнаға жазылып löпіл басыңыз. Егер қоңыраушаны іске қоссаңыз, келесі қызықты шығарылымдарды жіберіп алмайсыз. Сонымен қатар 5000 теңгелік ұтысты ойынға қатысуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Шака Муро. Келесі қызықты бейне жазбада кездескенше, қош сау болыңыздар.